Бауыр – адам ағзасындағы көлемі жағынан ең үлкен без. Латын тілінде бауырды гепар деп атаймыз. Бауыр адам ағзасында көптеген қызметтер атқарады. Біріншісі – оттың бөлінуі, барьерлік қызметі, қорғаныштық қызметі, қан түзуге қатысу, зат алмасу және суреттелісі секілді көптеген қызметтерді атқарады. Жалпы бауыр ересек адамның ағзасында 1,5-2 килограммды алып жататын болып табылады. Бауыр бізде бұрыс пішінді паренхиматозды мүше. Оны сыртынан өзінің фиброзы қабықшасы жауып жатады. Жалпы бауырдың өзі шартты түрде 2 үлестен тұрады. Сол жақ бауыр үлесі лобус гепатис синистр және оң жақ бауыр үлесі лобус гепатис декстрден тұратын болып табылады. Бауырдың сонымен қатар 2 беті ажыратылады. Біріншісі бауырдың көкеттік беті, яғни фацис диафрагматика деп аталады. Ағзаларға қараған висцералды беті фацис висцералис деп аталады. Осы фацис висцералисте бізде көптеген мүшелердің батыңқылары орналасқан. Мысалға, мына жерде біз асқазанның батыңқысын, импрессия гастриканы көре аламыз. Мына жерден бізде шектік батыңқыны, импрессия коликаны, 12 шектік батыңқыны, импрессия дуоденалис және одан басқа біз бауырдың бүйректік, бүйрексіздік, жиек шектік секілді батыңқыларын ажырататын болып табамыз. Жалпы бауырды бізде ішастар мезоперитониалды жабады. Сол кезде осы ішастардың париеталды және висцералды жапырақшасы бауырды жапқан кезде бізде мынандай жабылмай қалған, ішастармен жабылмайтын жері бар болып келеді. Бұл жер бізде ария нуда, яғни бос кеңістік деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай, осы ішастар париеталды және висцералды жапырақшасы бауырдың осы жерін жаппай кетеді. Бұл жерде бізде осы төмен қосты вена орналасқандықтан бұл жер бізде толықтай жабылмайтын болып табылады. Осы бізде ішастардың бауырды жабуына байланысты бізде бауырдың негізгі байламдары түзіледі. Яғни бауырдың байламдары осы ішастардың туындылары болып табады. Бауырды оң және сол жақ үлеске бөлетін бізде бірінші орақ тәрізді байлам лигаментум фальсиформе деп аталады. Сосын бауырдың көкеттік бетіне орналасқан көлденең байламы, тәждік байлам лигаментум коронарим деп аталады. Және бұдан бөлек бізде бауырдың оң және сол үшбұрыштық байламдары, яғни лигаментум триангуляре синистр және лигаментум триангуляре декстр орналасқан болып табылады. Бұдан бөлек бізде бауырдың бауыр ұлтобарлық байламы, лигаментум гепатодуоденале, бауыр бүйректік байлам, лигаментум гепаторенале және бауыр асқазандық байлам, лигаментум гепатогастрикум ажыратылатын болып табылады. Висцералдық бетінде бізде бауырды шартты түрде 4 үлеске бөлетін осы 2 бойлық жүлге және 1 горизонталды жүлгесі бар болып табылады. Горизонталды жүлге ол бізде негізінен осы бауырдың қақпасына сәйкес келеді, яғни портогепатис. Портогепатисті бізде бауырдың венасы, қақпа вена, яғни бауыр артериясы, бауырлық нерв тармақтары және жалпы өт түтіктері түсетін болып табылады. Оң және сол жақ бойлық жүлгелері тоқталатын болсақ, оң жақ бойлық жүлгені алдыңғы жағынан осы бізде өт қалтасының шұңқыры фоста везика билиарис түседі, ал жоғарғы бөлігінде төменгі қосты венаның жүлгесі сулькус вена кава түсетін болса, ал сол жақ бойлық жүлгенің алдыңғы жағынан бауырдың жұмыр байламы лигаментум терис гепатис түссе, ал жоғарғы жағында осы жұмыр байламның саңылауы фиссура лигаменты теретис түсетін болып табылады. Осы 2 бойлық жүлге және 1 горизонталды жүлге бауырды шартты түрде 4 үлеске бөлетін болып табылады. Жұмыр байлам мен осы бауырдың қақпасының арасында бізде бауырдың шаршы тәрізді үлесі лобус квадратус орналасқан болса, ал жоғарғы бөлігінде осы төменгі қосты вена мен тамырлық байлам саңылауының арасында бізде бауырдың құйрықтық үлесі лобус каудатус орналасқан болып табылады. Жалпы бауырдың өзі бізде өзінде орналасқан осы қақпа венасының болуына байланысты сегменттерге бөлінетін болып табылады. Бірінші сегменті бізде бағана айтып өткен құйрықтық сегмент, одан бөлек бізде осы сағат тіліне сәйкес бауырдың 8 сегменті ажыратылатын болып табылады. Жаңағы құйрықтық үлесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, яғни сағат тіліне сәйкес осы бауырдың 8 үлесі ажыратылатын болып табылады.